Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай керемет болып шығатын цифр торттың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Бізге қажет ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Ең алдымен маргариніміз бен шоколадымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Содан кейін жұмыртқамызға қантымызды салып, аппақ болып көпіргенше жақсылап миксердің жай жылдамдығынан жоғарғы жылдамдығына дейін айналдырамыз. Енді осы дайын болған массамыздың үстінен жаңағы еріген шоколадымыз бен маргаринімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Шоколад пен маргарин қатты ыстық болмауы қажет, себебі жұмыртқаны пісіріп жібереді. Осы массамызға алдын ала електен өткізілген ұн, какао разрыхтел үшеуін салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай қамыр дайын болды. Енді осы қамырларымызды пергамент қағазына құятын боламыз. Менде осындай 5 деген трафарет сан. Осыны мен алдын ала 3 пергамент қағазын қиып, үстінен бастырып сызып алдым. Жаңа қамырымызды осылай кондитерлік қапқа құйып, жаңағы пергамент қағазына сызылған санымыздың үстінен құйып шығамыз. Менде осылай барлық шетіне құйып болғаннан кейін, осылай видеода көрсетілгендей етіп, бетін тегістеп шығамыз. Енді осы дайын болған қамырымызды қызып тұрған 180 градус пеште 4-5 минут пісіріп аламыз. Міне біздің сандарымыз дайын. Негізі жан-жағына шығып піседі. Оны жаңағы 5 деген трафарет санды үстіне қойып, осылай тегістеп кесіп аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін осылай салқын сливкеге қант ұнтағын салып, қою болғанша миксермен араластырамыз. Міне бізде осындай қою крем дайын болды. Енді торттарымызды жинайтын боламыз. Міне менде осындай опупайға арналған насадка. Енді осы видеода көрсетілгендей шариктер жасап, тортымызды осылай жинаймыз.
Бірінші слойын жасап алдық, енді екіншісін қойып, осылай қолымызбен кішкене басып жібереміз. Үшінші слойында дәл солай қолымызбен басып кремдерімізді сығамыз. Міне мен торттарым дайын, осылай әсемдеп алдым. Сіздер де кез келген нәрсемен әсемдесеңіздер болады. Құр шоколадпен немесе жеміс-жидекпен әсемдесеңіздер болады. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.